Бүгүнкү сабакта гидростатика бөлүмү боюнча олимпиада эсептерин карастырабыз. Биринчи тапсырма, биринчи эсеп төменги бөлүгүнө жиппен байланган дене ыдыстын түбүнө суюкка көлөмүнүн 3/2 бөлүгүнө дейин батырылган. Осы кезде жиптин керилүү күчү 12 ньютон. Денени суюктан 3/2 көлөмүнө дейин чыгаруу үчүн onun түбінен ажыратып жоғары бағытталған Т2 күш қолдану керек дейді. Сұйық пен дененің тығыздығының қатынасын анықтауымыз керек. Яғни ро сұйықтың ро дененің тығыздығына қатынасын табуымыз керек қой. Тапсырма түсінікті ма? Иә. Күштердің Так, бағытын жазу керек қой, вектор бар. күштердің бағытын жазамыз. Мына керілу күші төмен бағытталып тұр, ауырлық күші төмен бағыттала ма? Архимед күші жоғары бағытталады. Архимед 1 болсын. Екіншісінде жіптің керілу күші жоғары бағытталып тұр. Т2. Архимед 2 жоғары бағытталып тұр ма? Ауырлық күші төмен бағытталып тұр. Осы күштердің бағыты түсінікті болды ма? Иә. Сосын келесі сабақта мына ат жөндерін жазып қойсаңыздар, iPhone деп тұр. iPhone кім екен, ат жөн жазылмаған. Ары қарай кеттік. Енді теңдеу құруымыз керек қой. Біріншіде болайық. F Архимед 1 тең болады. Т1 плюс mg бола ма? Екіншісінде F Архимед 2 плюс Т2 тең mg бола ма? Осы екі теңдеу түсінікті ма? Иә. Қалған оқушылар? Иә. Түсінікті. Енді мына Архимед күшін, ауырлық күшін ашып жазсақ болады ғой, Архимед күші мен былай жазайын. Ро сұйықтық. Бірінші жағдайда көлемнің 3/2-сі сұйыққа батырылған ба? Оны осылай жазсам болады ғой, Т1 плюс ро дене в g деп жазсам бола ма ауырлық күшін? Екіншісінде қараңдар. Екіншісінде 3/2-сі жоғарыға тұрса, астындағы бөлігі 3/1 бола ма? Значит, екінші жағдай үшін Архимед күші 3/1 в g плюс Т2 тең ро дене в g бола ма? Енді ары қарай физика аяқталды, математика басталады. Мен мына теңдеуді былай жазсам, мына жақта vg бар, мына жақта vg бар, Мынаны теңдіктің арғы бетіне минусқа өткізсем, vg-ні жақшаның сыртына шығарсам. Сонда жақшаның ішінде 2 ро сұйықтық бөлінген 3 минус ро дене қалады, Тең Т1 ма? Мынаяқтан Т2-ні бергі бетке, мынаны арғы бетке өткізейін, vg-ні тағы да жақшаның сыртына шығарсам. Ро сұйық бөлінген 3
минус ро дене тең минус Т2 бола ма? Так, мынаған ортақ бөлім керек, иә? Үштен, үштен. Енді бірінші теңдеудің екінші теңдеуге қатынас түрінде жазсам бола ма? Қатынас түрінде жазсам мына екеуі қысқара ма? Иә. Сосын мына Үште үшке мына қысқарады. үшке қысқара ма? Иә. Сонда 2 ро сұйықтық минус 3 ро дене қатынас ро сұйықтық минус 3 ро дене тең болады Т1 бөлінген минус Т2 ма? Енді ары қарай пропорция. Так, 2 ро сұйықтық минус, иә? Т2 плюс 3 ро дене Т2 тең болады ро сұйықтық Т1 минус 3 ро дене Т1, иә? Енді ро сұйықтықпен, міне, ро денені теңдіктің бір бетіне жинайтын болсақ, мына ро сұйықтықты жақшаң сатысына шығарсам, мына не қалады? Т1 минус 2 Т2 қала ма? Тең, мына ро денені жақшаң сатысына шығарсам, так, еще 3 ро денені шығарсам болады, иә? А жоқ, мына плюс қой, иә? Мынау да плюс, иә? Енді осыны қатынас түрінде жазсам, ро сұйықтың ро денеге қатынасы, так, 3 Т1 плюс Т2 бөлінген Т1 плюс 2 Т2 бола ма? Орнына қоямыз. 3, 12 плюс 9 бөлінген 12 плюс 2 көбейту 9. Так, мына екеуін қоссақ 21. Мына екеуі 18 ғой, мынамен 30 бола ма? 30 бен мынау қысқарады, 10 болады. 21-ді 10-ға бөлсек, нақты 2,1. Яғни сұйықтың тығыздығы дененің тығыздығынан 2,1 есе артық болады екен. Так, сұрақ бар ма? Жоқ. Басқа оқушылар? Жоқ. Так, Назерке, Мадина. Түсінікті болды ма? Ағай, мен жаңа кірдім. Саламатсыз ба? Кешігіп қалдым. Саламатсың ба? Так, сен жаңа Біз келсең, кейінірек қараймын өзім. авторын қарайсың. Мгм. Так, Назерке, сен қай класс? 10. Ну, мынандай есеп көбіне 9-шы классқа келеді. Я түсініп жатырмын өзім. Каспирден жасап алдым. Так, дальше кеттік онда. Так, мынау да сол 9-10-ның есебі. Бос шыны бөтелке суы бар цилиндрлік ыдыста жүзіп жүр. Ыдыстың түбі 250 сантиметр квадрат. Бөтелкеге шайнектен баяу су құйылады. Және бөтелке батып кететін сәтте су массасы 300 грамм болды. Анықталғанда бөтелкедегі барлық ауа шыққан кезде ыдыстағы судың деңгейі 60 сантиметрге көтерілді. Бөтелкенің сыйымдылығын анықтаңыз. Так, мына есеп үйге болсын. Осыған ұқсайтын бір есеп шығарамыз сабақтың соңында. Сол есепке мұқият болсаңыздар, осы есепті шығару жеңіл болады. Так,
Мына сосын түсіріп алсаңыздар болады, иә. Келесі, ыдыстағы суға вертикаль орнатылған түтік бар. Мына суретті сәл үлкейтейін. Мына сурет көрініп тұр ма, анық? Көрініп тұр, иә. Аха. Так, оның поршынның ауданы 8 сантиметр квадрат, массасы 50 грамм. Поршынның массасы берілген 50 грамм. Ол жеңіл жіп арқылы жүктің көмегімен блок арқылы ұсталып тұр дейді. Нәтижесінде су деңгейі 10 сантиметрге көтерілген. Су астындағы қысымды табу керек, жүктің массасын табу керек. Яғни бастапқы жағдайда мынау М1 болсын, мынау М2 болсын. М2 төмен түсіп тұр, значит М2 М1-ден көп деген сөз ғой, иә? Солай ма? Мгм. Сол М1 жоғары қарай көтеріліп тұр. Судың қысымын табу керек дейді. Судың астындағы, мына жерде қысым сұрап тұр ғой бізден. Так, ол неге тең болады? Жалпы, Ай, вертикаль түтік деген қайсысы дұрыс түсінбей жатырмын. міне. Мына да түтік тұр да. Қызылмен жазайын. Судың ішінде түтік тұр. Міне. А, Аха. иә, Примерно түсіндім. басында мына жақта тұрған ғой. Сосын мына М2 жүкті ілгеннен кейін мына жоғары қарай көтеріледі да. Енді судың астындағы қысымды сұрап тұр ғой бізден, иә? Так, жалпы атмосфералық қысым ол тең болады. Мына судың астындағы қысым мен гидростатикалық қысымның қосындысына тең болады. Үлкен ашық болсын, иә? Так, енді қараңыздар, атмосфералық қысым бар, су тығыздығы бар, мына бәрі бар ғой, иә? Осы жерден судың астындағы қысымды тауып алсақ болады. Бұны біріншісі жеңіл екен, иә? P0 азайтылған ρ GH. Так, мынау 100 мың ғой, иә? Так, сосын ρ мың G10 H 0,1 бола ма? Мына екеуі 1 болады, сонда мынау 99 килопаскаль бола ма? Ол мына жерде қысым ғой, міне. P астындағы деп жазайық. Так, енді М2 жүктің массасын табуымыз керек қой. Так, енді қараңыздар. Қандай күштер әрекет етеді? Мына бірінші блокты қарастырайық. Мынаның үстінде қысым, атмосфералық қысым бар ғой, иә? Сонда мына жақтан қысым күші типа мынандай болып тұр ғой сонда. Мынаның ауырлық күші төмен бағыттала ма? И мына жақта жіптің керілу күші жоғары бағытталады, иә? И мына жерде судың астындағы қысым, ол қысым күші жоғары бағытталады да. Оны и жоғарыда атмосфералық қысым, мына жақта атмосфералық қысым бар ғой, иә? P0. Ол былай төмен бағытталады. Ол F қысым 1 болсын. А мына жердегі F қысым күші 2 болсын. Сонда екі күш жоғарыға, екі күш төменге қарай әсер етіп жатыр ма? Так, значит, еще мына жақтағы керілу күші Т болса,
Мына жақта келу күші Т болса, мына жақта М2G ғой, иә? Значит, Т ол М2G'ге тең ба? Енді бірінші денеге әрекет ететін күштерді жазайық, иә? Так. Қысым күшінің формуласы қандай? Ол қысым мен ауданның көбейтіндісі ғой, иә? P0S плюс M1G бұл төмен қарай әсер етеді. Енді жоғары қарай P судың астындағы қысым S плюс M2G ма? Т ғой негізі. Т-ның орнына сразу M2G жаздым. Так, осы жерден M2-ні табуға Ағай, болады ма? менде экран кеш қалып жатыр. Ага. Так, свет қалай еді? Нашар ма, нормально ма? Сіз өзіңіз нормально естіп тұрсыз, бірақ экран кеш қалып жатыр. Так, онда сәл жай жазайын, иә? Так, мына жерде сразу M2 деп жазып кеттім. Міне, бояп қояйын. Себебі, мынау Т ғой негізі. Т деген M2G-ге тең ғой бізде, иә? Мгм. Енді осы жерден M2-ні табуым керек қой. Так, M2G бізде неге тең болады? Мына арғы бетке минус болып өте ма? Иә. S-ті жақшының сыртына шығарсам, P0 минус P асты и плюс M1G, иә? Енді M2 тең болады. Так, G арғы бетке бөлу болып өтті. Осы жерде мынаны байқадық. Мынау бар ғой, міне мынау. Бұл жақтан ол мынаған тең бола ма? Рho G H-қа тең бола ма? Бұл жақтан P-ны арғы бетке азайтуға өтсек болады ғой, Иә. иә? Значит, мен мынау P0 азайту P A-ның орнына Rho G H-ты қойсам болады да, значит, S не енді? Rho G H бөлінген G плюс M1 бола ма? Мына G бөлу болып өтті, мына G қысқарып кетті сонда. Мына жақта G мен G тағы қысқарады, сонда S Rho H плюс M1 болады, иә? Так, S8 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі, Rho 10-ның 3 дәрежесі, H 0,1 плюс 50 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. Так, мына минус 3 дәрежемен келтірсем, неше болады? Так, минус 3 дәреже болса, мына жақта мынамен қысқарсын. Мына жақта 2 дәреже қалады. Мынаған көбейтсек 10 болады, сонда мына 80 бола ма? 80-ге 50-ді қоссам, 130 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі килограмм. Немесе М2 дегеніміз 130 грамм бола ма? Так, бұл екінші бөлім. Ағай, қалай ана жерде оның 2 дәрежесі болып кетті? Тек бір дәреже, мына жақта 3 дәреже қалу керек қой, иә? Иә. Тек бір дәрежеден қысқарттым да екеуін де. Қосып жібердім бір-біріне. Иә. Или былай алуға болады ғой бұны. Мынаны бөлек есептеп алуым керек та. Міне. Так, 8. Именно 10-ның 3 дәрежесі деген 1000 ғой, иә? Көбейту 0,1 ма? Мына жақта 10-ның минус 4 дәрежесі бар. Мына үшеуін көбейтсек неше болады? 800 бола ма? 8. Иә. Осы бір нөлді алып тастасам, мына 3 дәреже қала ма? Иә. Просто мына дәреже 3 дәреже қылып алуым керек та, мен мынамен бірдей болу үшін дәреже. Түсіндім. Так, екіншісі түсінікті ғой, иә?
Енді үшінші кезеңге ауысамыз. Жүктің, жоқ, поршенге дейді 120 грамм гир қойғанда төменгі жағы су бетінде дейін қандай қашықта болады дейді. Так, енді қараңыздар. 120 грамм қойсақ, өз басында 50 грамм бар ма еді? Солай ма? Так, мен келесі бетке жазатын сияқтымыз ғой. Так, қараңдар. 120 қойсам, поршеннің массасы неше болып кетеді? Өзі поршеннің массасы 50 грамм. 170. Өзі поршеннің массасы 50 грамм, оған тағы 120 грамм қоссам, ол 170 грамм болып кете ма? Иә. Ал М2 деген бізде нешеге тең? 120-ға тең, 130-ға тең ба? Значит, мына поршен ол судың астына не істеп кетеді? Батып кете ма? Иә. Судың астына батып кетеді ғой, иә? Енді оған біз қандай теңдеу жаза аламыз? Так, мына жағын түтік болсын. Судың деңгейі болсын. Значит, ол примерно мына жерге дейін не істеп суға батып кетсін. Так, бұға қандай күштер әрекет етеді енді? Уже Архимед күші қосылып кете ма? Или бұл жерде андай поршен, жоқ, поршенға Архимед күші қосылмайды, иә? Суға батпайды, ол суды төмен қарай итереді ғой, Иә. Архимед күші жоқ. Так, қандай күштер әрекет етеді? Ауырлық, бүрлеу. mg болсын, иә? И жоғары мана жіпке байланып тұр Т ғой, иә? Сым. Сосын төменге F қысым 1 болсын, и жоғарыға F қысым 2 болсын, иә? Солай ма? Болған сияқты. Иә. Так, енді P0S плюс M, мына үлкен М деп болайыншы, иә? Ол үлкен М деген М1 мен М-нің қосындысы ма? Так, уже мынандай тереңдікте бізде не өзгереді? Мынаны мен П астындағы штрих деп алайын. Плюс М2G ма? Ана мына тек П астында деп алдым. Иә, мына П астында деп алдым, міне. Ал бұл жерде уже биіктік бізде не істеді? Өзгеріп кетті ма? Иә. Керісінше мына жаққа түсіп кетті ғой, иә? Сонда ол жерде қысым керек бола ма бізге енді? Астындағы штрихты тапсақ, екі қысымдар бір-біріне қатынас арқылы тереңдігін табуға болмай ма? Болады. Онда сөйтейік. Так. Значит, П астында деген уже бізде неге тең болады? Ол P0 плюс
Ро G H 1-ге тең болады, иә? Так, не үшін плюс деп алдым? Уже мынау бізде, мана минус деп алдық қой мына жақта, иә? Мына жақта P астынан тапқанда минус деп алдық қой, иә? Мына нөлдік деңгейден төменде тұр да, сол үшін плюс деп алдым. М. Енді орнына қойсақ, P0S плюс M1 плюс MG тең болады. Анау PA штрих дегіңіз келді ма? Иә, енді сол. Мына жақта еще S қалып қойды ғой, иә? Значит, P0S плюс ро G H1S болады, иә? Плюс M2G бола ма? Мына екеуі қысқара ма? Анау P0, иә. Мхм. Осы жерден H1 таба аламыз ғой енді, иә? Еще бәрінде G бар ма? Значит, M1 плюс M2 минус, то есть M минус M2 тең болады ро H1S бола ма? Осы жерден H1 таба аламыз ба? Ро S болады, иә? Так, біз мыналарды килограммға айналдыруымыз керек қой, иә? И бәрінде 10-ның 3 дәрежесін жақсы сыртына шығарып қояйын, мында 10-ның минус 3 дәрежесі деп. Так, М1 деген 50 болады, сонда М2 деген, М деген 120 болады, мынау 130 бола ма? Ро 10-ның 3 дәрежесі, S неше? 8 көбейту 10-ның минус 4 дәрежесі. Так, мына жақтан неше шығады? 40 шыға ма? Мына жақта дәреже қысқарады, минус 1 қалады. Оны мен 0,8 деп алсам бола ма? Мына жақта 10-ның минус 1 дәрежесі қалды. Оны 8-ге көбейтсем 0,8. Мына екеуі қысқарады, 50 бола ма? 5 көбейту 10-ның минус 2 дәрежесі метр деп алсам, бұл 5 сантиметр бола ма? Яғни есептің жауабы міне мынау ғой. Мына H1. Ол басында мына жақта тұрды, иә? Мына бізде H болды. Та бізде не сұрады? Су қойғанда төменгі жағы су бетіне дейінгі қашықтық қандай болды дейді. H1 сұрап тұр ғой, иә? Егер биіктіктің өзгерісін сұраса 15 сантиметр болады. Түсінікті ғой, иә? Ол 10 сантиметр биіктікте тұрды, сосын 5 сантиметр төменге түсті да. Судан 5 сантиметр төменге түсті. Ана жақта қысымның күштерін салдыңыз ғой суретте осы жерде, соның қайсысы атмосфералық қысым? Қандай? Мына суретте екі атмосфералық қысымның күшін салдыңыз ғой. Соның қайсысы атмосфералық қысым? Мына жақта ауа бар да жоғарысында міне. Төгіп қояйын. Сосын ауаның қысымы төмен бағытталып тұрады. Ол ана поршынды төмен қарай басады да. Сонда төмен қарай бағытталатын F қысым 1 деп алдым. Ол міне мынау ғой. Төменгі жағынан F қысым 2, ол міне мынау. Иә. Мынау. И мынау екіншісі. И Т-ны сразу М2G деп жазып кеттім. Так. Бұл да 9-10 класстың есебі. Примерно қалалық кезеңде келіп қалуы мүмкін. Так, келесі есеп.
Осы есеп манага окшойт, по-моему. Бос шыны бөтелкеде цилиндрлік ыдысқа түсірілген. Бос шыны бөтелке цилиндрлік ыдысқа түсірілген. Ол жүріп тұрғанда су деңгейі 3 сантиметрге көтерілді дейді. Содан кейін бөтелкеге су құйылды. Су массасы белгілі бір мәнге жеткенде бөтелке батып кетеді дейді. Бұл кезде ыдыстағы судың деңгейі тағы да 1 сантиметрге көтеріледі. Так, шынының тығыздығы берілген, судың тығыздығы берілген, сосын бөтелкенің көлденең қимасының ауданы берілген. Жоқ, бөтелке емес, бөтелкенің. Жоқ, S деген бұл цилиндрдің көлденең қимасының ауданы. Так, бос бөтелкенің массасын табуымыз керек. Құйылған судың массасын табуымыз керек. Сосын бөтелкенің сыйымдылығын анықтауымыз керек. Атмосфералық қысымды ескермейміз бұл жерде. Себебі ол туралы бізге информация айтылмаған, иә. Так, біріншісі. Ауданы берілген S. Так, осындай деңгейде тұр деп есептейік. Ішінде су бар. Ішіне бөтелке салғаннан кейін судың деңгейі көтерілді ме? Мынау бізде H1 болсын, иә. И уже мынаның ішінде не істеп жүр? Бөтелке жүзіп жүр мынаның ішінде. Түсінікті ғой, иә? Иә. Так, бөтелке тепе-теңдік күйін сақтайды ғой, иә? Бөтелкенің арқасында мына судың деңгейі жоғары қарай көтерілді ме? Иә. Яғни осы судың гидростатикалық қысымы мен бөтелкенің бөтелкеге әрекет ететін қысым екеуі бір-біріне тең болады. Так. Гидростатикалық қысым бөтелкенің массасы М0 болсын. Значит, төмен mg әсер етеді. Или былай істесек болады ғой, иә. Бөтелкені салдық, судың деңгейі көтерілді ғой, иә. Так. M0G тең. Осы көтерілген судың массасын қалай алсақ болады? Ро G H1S деп алсам бола ма? Көтерілген судың массасын? Иә. Мына G мен G қысқара ма? Значит, M0 деген пустой бөтелкенің массасы ғой. Ро H1S. Ро бізде су мыңға тең. H1 неше? 3 сантиметр, 0,03 S 250 көбейту 10-ның -4 дәрежесі. Так, бұнда екеуін көбейтсек неше болады? 30 бола ма?
7500 көбейтілген 10-4 дәрежесі, ол бізде 75 -10 -0,75 750 грамм болып тұр. Так, 750 көбейту 10-ның -3 дәрежесі болады, иә? 750 грамм. Так, енді бөтелкенің ішіне су құйдық. Ана деңгей тағы да көтерілді ма сонда? Сол кезде бөтелке батып кетті, иә? Так, су құйғаннан кейін ол қалай? М плюс М G тең болады. Ро G H1 плюс H2 S деп алсақ болады, иә? Осы жерде мына М деген құйылған судың массасы ма? Мына G мен G Жемен қысқарады. қысқарады. Значит, М неге тең болады? Мына біріншісі, екіншісі. М тең болады. Ро S H1 плюс H2 минус М0 бола ма? Так, ро дегеніміз 1000, S дегеніміз 250 көбейту 10-4 дәрежесі. H1 мен H2-ні қосып 4 сантиметр деп жазсам бола ма? Ол 0,04 болады, иә? Минус М0 750 ма? Так, мына екеуін көбейтсек неше болады? 1. 1 ма? 10 ба? Так. 10 ғой, иә? 10 болады, иә. Аха. Сонда мынау 1000 көбейту 10-3 дәрежесі бола ма? Мына 10-да 1 дәреже, мына мен қысқарттым, мына 3 дәреже қалды. Сонда 1000-нан 750 азайтсам, 250 көбейту 10-3 дәрежесі килограмм. Бұл 250 грамм бола ма? Иә. Айтпақшы, үштің жауабы ол бізде М0 бөлінген ро шыны ма? 3-тің жауабы ма? Бөтелкенің сыйымдылығын анықтау керек па? Иә. Солай сияқты енді бос ырыс, оның тығыздығы. Аха. Еще бөтелкенің өзінің көлемі бар ғой бұл жерде. Солай екен ғой. Иә. Сол бос ыдыстың көлемін В деп алайық. Бөтелкенің өзінің көлемі не деп алсам болады? М0 бөлінген ро0 деп алсам бола ма? Болады ғой, иә? Иә. Осы көлемнің арқасында судың деңгейі артты ма? Ол судың деңгейінің артқан көлемі осыған тең ба? Мгм. Так, енді мынау өтеді. S H1 плюс H2 минус М0 ро0. Мынаған ро0-ден берем. Сонда В неге тең болады? Ро0 S H1 плюс H2 минус М0 бөлінген ро0. Так, ро0 деген 3000. S 250 көбейту 10-4 дәрежесі. Ана екеуін қосып жіберсем, М0 750 ма? Ағай, не үшін біз вообще мына жерде ХБЖ-ға келтіріп есептеп жүрміз? Бәрі немен берілген ба? Грамм сантиметр кубпен. Бізде просто Ештеңе. грамм сантиметр деп берген еді. Иә, ол да болады. Мына 3000 деп аламыз, значит, иә?
Так. Манағында ғой, мына екеуін көбейтсек 10 бола ма? Сонда мына жақта неше шығады? 3000 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі и 750-ді азайтамын одан, иә? Түр- Төрттен 3 болады ғой. 750. 0,75 дейді. М. Немесе сантиметр кубпен алсақ 100 мыңға көбейтемін ғой, иә? 750 сантиметр куб болады екен сонда. Так, бұл есеп түсінікті ма? Iya, түсінікті. Так, жақсы, дальше кеттік. Бізден сонда заттың көлемі сұрады ма? Бөтелкенің көлемі. Жоқ, бос ыдыстың. Бөтелкенің ішіндегі бұл А, не бар ғой? Көлем бар ғой, соны сұрады ғой. бәсе солай шығар. Просто анда бөтелкені сыйымдылығын анықтау деді да. Сыйымдылығы деген сол бұл емес пе? Қайсысы бөтелке, қайсысы ыдыс түсінбей қалған ғой. Мынау бөтелке міне. Мына ыдыс. Солай екен ғой. Сол бөтелкені салғаннан кейін Иә, судың деңгейі көтеріледі ғой. иә. Көтерілген судың көлемі мынаған тең де сонда міне. Бөтелке батып кетті ғой, иә. Сол үшін бөтелкенің ішінде бос немен бөтелкенің, яғни шыныдан тұрады ғой бөтелке. Сол шыныдан көлемінің қосындысы соған тең болады да. Түсінікті. Ага. Так, келесі есеп. Мына жақта 11 класстар бар ма еді? Так, 11 класс Назерке, Мадина, Абдинур. Мен оны оқимын. Так, туынды интеграл деген өттік па? Жоқ, өтпедік. Мен қазір мынаны шығарып кетемін. Дұрыс түсінбей қалулары мүмкін, бірақ мектепке барғаннан кейін математик мұғалімдерінен сол интегралға байланысты тақырыпты түсіндіріп, сосын соған байланысты біраз есептер шығарып жүрсеңдер қиын болмайды. Себебі облыстық кезеңде 11 класста интеграл туынды деген тақырыптар келеді уже. Түсінікті ғой, иә? Так, үшбұрышты негізі бар қуыс призма, биіктігі L, негізгі теңбейлі үшбұрыш жақтарының арасындағы бұрыш 2 альфа. Призманың бір бүйір қабырғасы алынып тасталған, призманы тегіс үстелге қойды. Призманы тегіс үстелдің бетіне қойды. Жоғары бұрышқа кішкене тесік жасалып, сол арқылы тығыздығы ро су баяу құйылды. Судың биіктігі h болғанда су призманың астынан ағып шыға бастайды дейді. Атмосфералық қысым екі жақта бірдей, призманың алынған қыры бар бөлігінің массасын табуымыз керек. Егер призманың ішіндегі судың үстіндегі ауа қысымы мен сырттағы ауа қысымы бірдей және атмосфералық қысымға тең болса дейді. Так, жақсы. Призма деген не? Призма деген, мысалы үшін параллелепипед, шар деген фигураларды білеміз ғой, иә? Иә. Сол сияқты призма деген сондай фигура. Асты жағандай шеңбер болады да, и үшбұрыш болып кетеді былай. Иә. Призманың асты жоқ қой негізі. Бір қабырғасы жоқ та астындағы. Мына қабырға жоқ. Бірақ призманың массасы болғандықтан ол былай төмен қарай басылып тұр ғой, иә?
бүйір қабырға салынған деп тұр ғой. Астындағы бүйір қабырғасы алынған да. Қапталындағы алдысы су ағып кетеді ғой. Иә. И мына жақтан тесік болған, су құйып жатыр ғой. Көп су құятын болсақ, мына жақтан су ағып кетеді ғой. Яғни судың қысым күші мен призманың ауырлық күші бір-біріне тең болғанда су ақпайды. Егер судың қысым күші содан көп болып кетсе, уже су не істейді? Ауырлық күші мен призманың қысым күші, призмада ішіндегі судың қысым күші бір-біріне тең болғанда су ақпайды. Түсінікті ма шарты? Иә. Так. Анда не сызып алайық? Мына бізде X осы болсын. Иә? Бізде мында призма бүйір беті ғой мынау, иә? И мынау сұйықтың қандай да бір X осындегі биіктігі болсын. X деп алайық. Так, қараңдар. Мынау 2 альфа болса, мынаған кез келген түсірілген биіктік болса, мынау альфаға тең бола ма? Солай ма? И мына Неге жердегі түсіндірдім? судың өте андай дельта деп айтады. Дельта деген өте кішкентай бөлігі ғой. И сонда осы жасымен сызып қоямын, осы бөлік. Бұл да өте кішкентай бөлігі. Бүйір беті де өте кішкентай бөлігі. Осы жерге әрекет ететін күшті дельта F деп алайын. Түсінікті ғой, иә? Сіз қай жерде отқаныңызды түсініп тұрған жоқпын мен. Жоқ, мына бүйір беті ғой, мына жасылмен бөліп тұрған. Осының мынандай бір кішкентай бөлігін алып жатырмын да, дельта F деп. Жақсы. Өте бір кішкентай бөлігін аламыз да, осылай. Так, сонда дельта F неге тең болады бізде? Мына дельта F болғанда, осы жердегі, мына жерге дейінгі, мысалы үшін, судың қысымы нешеге тең? Ро G X-қа тең ба? Дельта X емес па? А? Жоқ, осы жерге дейін қысым. Жоғарыдан бастап есептегенде. Осы жерге дейін. Енді дельта X-ті бөлек қарастырамыз қазір. И осыны Еще S болмай ана жерде. қандай? S па формуласына болмайтын бет. Жалпы F дегеніміз, ол P көбейтілген S қой, Иә. Енді мен P-ны осылай алдым да. М. Енді S дегеніміз, осы мына бөлік қой, мына бөліктің ауданы ғой, мына жердегі ауданды. Өте кішкентай аудан. Незначительный типа. Иә. Дельта S. Бірақ қараңдар, қысымның осы бетке проекциясын алуым керек қой негізі, иә? Иә.
Ол синус альфаға тең бола ма? Сонда мына жақта негізі мынандай ғой. Мына синус альфа да. И дельта S, иә. Сым тіке бағытталып тұр ғой, иә. Мен тіке бағытталған қысымды сол оське қарай не істеуім керек? Проекциялауым керек па? Так, енді дельта S бізде неге тең болады? Мынаның білмеймін, мына биіктігі L ғой, иә. Биіктігі L. Мына бізде белгісіз болсын. Не деп алсақ болады? R деп алайық. Сонда F дегеніміз осы R мен дельта X-тің көбейтіндісіне тең ғой. Так, мынау альфа бізде белгілі. Значит, R неге тең болады бізде? R деген L бөлінген косинус альфаға тең бола ма? Орнына қойып жіберсек. Так, L дельта X бөлінген косинус альфа болады, иә? Оны мынаның орнына барып қойсам не болады? Ро G X L и синус альфа бөлінген косинус альфа тангенс альфаға тең ба? Осылай бола ма? Бірақ бұл қандай күш? Қысым күші өте кішкентай бөлігіне әсер ететін қысым күші ғой, иә? Енді толық бөлігіне әсер ететін қысым күшін табу үшін не істейміз? Интегралға саламыз. Ага. Бүкіл, значит, F қысым күші тең болады. Ол 0-ден h-қа дейін деп аламын ба интегралды? Ро G L тангенс альфа X Аян неше есеп бар? dx, иә. Тағы екі есеп бар. Интеграл алсақ осылай бола ма? 0-ден h-қа дейін. Тереңдік h-қа тең ғой, иә? И ол x-қа тәуелді. Значит, мына жақта тұрақты шамалар мынау ғой бізде, иә? Ол интегралдың алдына шығарып жіберсек болады. Ро G L тангенс альфа 0h так x dx, иә. Енді мына h-тың алғашқы функциясы неге тең бізге? H-тың алғашқы функциясы неге тең? Мына h квадрат бөлінген 2-нің туындысы h-қа тең ба? 2 алдына түседі, дәрежеден бір азайтамын. Значит, мен мына интегралдың орнына не жазсам болады? H квадрат бөлінген 2-ні жазсам болады. Сонда F қысым күші тең болады. Так, ро G L тангенс альфа h квадрат бөлінген 2 болады. Так, енді оның 2 бүйір беті бар ма? Мынау негізі мынандай ғой. 2 бар мына жерде. 2 бүйір беті бар оның. Так, FA деген ауырлық күші ма? Мына жақта 2-ні жазамын. Ро G L h квадрат бірінші жазып жатырмын. H квадрат
Тангенс альфа бөлінген 2. Неке қысқарады? G мен G қысқарады. Сонда есептің жауабы M тең болады. Ро L H квадрат тангенс альфа. Міне бізге L берілген, альфа берілген, H берілген и судың тығыздығы берілген, е? Сол физикалық шамалармен жауапты шығаруымыз керек қой соңында. Так, 10 класстың оқушылары түсінікті ғой, туындыны как раз бірінші тоқсан демалысында мектепке барып, сол математика мұғалімдерінен сол 2-3 күн именно туынды интеграл деген тақырыпты үйреніп алсындар. Ағай, Облыс бірінші күн демалыс болады, екінші күн уже олимпиада ғой. жоқ, облыс кезеңде емес, жалпы сабақ жоқ, сол олимпиада біткеннен кейін сол бірінші тоқсан демалысын дұрыс пайдаланып, сол тақырыпты үйреніп алыңдар хотя бы. Ертең облыстық келмей ме екен дегенім бар. Так, облыс кезеңде енді, так, Назерке сен нешінші касет? 10. Негізі пәндік олимпиадада келеді 10 классқа мынандай есептер. Бірақ ауыл олимпиадасында келмейді ау деймін осындай есептер. Мысалы, бұдан жеңілдеу есептер келеді. Туынды интеграл келмейді, мен бұрындары ондай есеп көрген жоқпын, по-моему. Бірақ пәндік олимпиадада ол міндетті түрде келеді, туынды интеграл деген. Так, жақсы, келесі есеп. Ластанған су қоймасында су бетінде май қабатының қалыңдығы 1 сантиметр. Массасы М 4 грамм және түбі 25 сантиметр квадрат цилиндрлік стакан судың бетіне қойылған. Алдымен стакан бос, содан кейін оған май құйылады. Сонда ішкі және сыртқы май деңгейлері теңеседі. Әр екі жағдайда стакан түбі судан бірдей қашықтықта А орналасқан, судың тығыздығы берілген, майдың тығыздығын табуымыз керек. Так, сурет көрініп тұр ма? Иә. Шартын мұқият оқып алыңыздар, керек болады. Шарты түсінікті ма есептің? Иә. Түсінікті. Түсінікті, оңай көрініп тұр есеп. Шарт қарайық онда. Так, бірінші жағдайда қандай күштер әрекет етеді? Суға батқан бөлікті, майға батқан бөлікті В деп алсам бола ма? Енді стаканның ауданы S қой. Суретте қараңыздар. Астында су, үстінде май тұр ма? Себебі майдың тығыздығы судан жеңіл ғой. Ол судың бетінде тұрады. Түсінікті ғой, Мгм. Аха. Так. Мына жерде мынандай күштерді теңестірсек, Архимед күші мен ауырлық күшін теңестіре қойсам бола ма? Ne қаждай? F ауырлық тең F Архимед 1 болсын, е? Ауырлық күші бұл жерде неге тең болады? М G-ге тең бола ма? Иә. Аха. Еще мынау D деп берілген екен ғой, судың қалыңдығы. Значит, мына жерін мен B деп алмаймын. D минус A деп аламын ба? Мына жерді мен D минус A деп аламын, е? Значит, стаканның осы
майға батқан бөлігінің көлемі, яғни ρ1 S S D минус A и G деп алсам бола ма? Ж қысқарады. А? Осы теңдеу түсінікті болды ма? Қысқаратынарды қысқартайық. Жоқ, қысқарады ғой. Жалпы осы теңдеу түсінікті ма? Иә. Басқа оқушылар, Нұрали? Иә, Аха. Так, қысқарды. Сонда бізде қандай формула қалды? М тең ρ1 S D минус A. Осылай қалды ма? Так, М бар, S бар, D бар, бірақ не жоқ? А жоқ Робыр па? мен А жоқ. Робер жоқ. Робер табуымыз керек. Енді екінші жағдайды қарастырайық. Екінші жағдайда мына тоже ауырлық күші мен архимед күшін теңестіре қойсақ болады ғой, иә? Бірақ F ауырлық 1 деп алайын, F архимед 1 деп алайын, иә? Жоқ, 2 деп алайын. Мына жақта тек архимед деп ала қойыңызшы. Так, енді ауырлық 1 деген ол неге тең болады? Робыр В. Робер Ж. S D плюс A деп алсам бола ма? Бұл ненің массасы? Мынаның ішіндегі майдың массасы. Түсінікті ма? Робер, себебі мынаның ішіне біз май құйдық қой, иә? Мынаның биіктігі мен D плюс A деп алдым ғой мына биіктікті. Плюс mg ма? Еще стаканның массасы бар ғой, иә? Ағай санда Джені ұмытып кеткен жоқса? Мына жақта G қалып қойды. Тең. Енді архимед па? Екі архимед бар бұл жерде, иә? Мына стаканның төменгі бөлігіне су әрекет етеді. F архимед су болсын, мынау F архимед май болсын, иә? Ашып жазам қазір. Так, F архимед су деген неге тең? ρ0 S А. A G'ге тең ба? Плюс ρ1 S D G'ге тең ба? Қысқаратындар бар ма? Ж. Бәрінде G бар, иә? Так. Мына мен аны тауып алсам бола ма? Екі жақтан аны тауып, екі теңдеуден аны тауып, бір-біріне теңестіре қойсам болады ғой, иә? Робыр бар ғой тағы. Жоқ, сол кезде робер қалады ғой тек қана. Иә. Так, жақшаны ашам. Робер S D плюс робер S A плюс M тең ρ0 S A плюс робер S D. Так, мына арғы бетке өте ма минус болып? Мына бергі бетке өтеді минус болып, иә? Робер S D минус робер S D деген екеу екен ғой? Мына екеуін қысқарта қойсам бола ма? Дұрыс қысқарттым ба? Дұрыс қой, иә? Иә.
Так, значит, мына жақта м қалды тек. Ана жақта аны жақшаның сыртына шығарсам, ро 0s минус ро 1s қала ма? Значит, а неге тең болады? м бөлінген s-ті жақсынан шығар. Оны жаза берейікші қазір. Пропорция жасаймыз сізді. Енді екінші теңдеуден аны тапсам, ана бөлу өтеді. А тең д минус м бөлінген ро 1s, иә. Мынаған ро 1s-тен берем. Сонда ро 1s д минус м бөлінген ро 1s. Енді мына мен мынау бір-біріне тең ба? Теңестірем. Масса бөлінген s-ті жақшаның сыртына шығарам. Ро 0 минус ро 1 s қысқарады екен сірә. Ро 1 s д минус м бөлінген ро 1 s дейді. S пен s қысқара ма? Ары қарай пропорция жасаймыз. Так. Қиын есеп болып кетті ма әзірге? Иә, жалпы түсінікті. Нормально. Математикасын жақсы түсінсең де қиын болмайды. Енді пропорция жасау түсінікті ғой, иә. М Иә. ро 1, міне мынаны көбейттім. Енді мынаны көбейтемін. Жақта ро 0, s қысқарып кетті. Тең ро 0 s д ро 1. Ро 1-ді соңына жазайын бәріне, как айнымалы сияқты. Так, минус м ро 0 плюс, жоқ, минус, иә. Минус, енді ро 1-ді көбейтемін. s д ро 1 квадрат плюс м ро 1, иә. Так, мына екеуі қысқара ма? Бүкіл теңдіктің арғы бетін өткізсем. Квадрат теңдеу. Ага. Так, s д ро 1 квадрат плюс. Так, енді мынау өтеді, мынау минус өтеді екен. Ро 0 s д ро 1. Ро 0 s д ро 1, иә. Ро 0 s д ро 1, мынау плюс өтеді. Плюс м ро 0. м ро 0, иә. м ро 0 тең 0 ма? Сан мәндерін қоямыз. Так, бәрін s-ға бөліп жіберсем бола ма? Так, ро 1. Так, дискриминант ро 0-дің квадраты минус 4m ро 0 sd бола ма? Значит, ро 1 тең болады. Ро 0 плюс минус түбір астында. Екеуінде де ро 0 бар ма? Бөлінген 2 ма? Сонда осы есептің жауап болады екен, иә? Бізге тек қана бір мән келеді ғой. Қайсысы келеді, қайсысы келмейді деген сияқты ғой. Соған қарай минус сияқты. Себебі плюс Екі болса жауап шығады бізде ғой қазір, судан иә? асып кетеді. Плюс болса судан асып кетуі мүмкін да тығыздығы. Аха. Асып кетеді.
Себебі бізде мында Рональд тұр екен ғой. Минус бұның орнында. Демек, плюс вариантын алып тастаймыз да минус қыламыз да. Жоқ, мына екіге бөлесің ғой еще оны. Сол кезде нормально болады. Енді ерінбей есептеу керек екеуін де. Себебі, Иә. так, ро 1 тең болады. Ро 0 нешеге тең? Мың. Грамм сантиметр кубтармен ала берейікші, иә? А, Бір бір. ғой, иә? Hatta 21 дискриминантты есептеп алатын сияқтымыз ғой, иә? Бірдің квадраты минус 4 көбейту 10-ның минус 3 дәрежесі. И мына 1 болады, иә? Бөлінген 25 деген 1 сантиметр ма? Так, мына екеуі 16 ма? Ал 0,64. Ана граммен кету керек қой, мына болмайды ғой, значит, иә? Иә. 16-ны 25-ке бөлеме. Түбірастан бізде 0,6 шығады. Нақты шыға ма? Нақты. Нақты шыққан есептер күшті. Значит, мына жақта 0,36 бола ма? Мына жақта 0,6 шығады. Бөлінген 2. Бұл нешеге тең? 0,2 ма? Плюс ұлсары, минус ұлсары келіп тұр екен ғой. Ага. Роберстік болсын. 1 плюс 0,6 бөлінген 2 тең 0,8 ба? Сонда екі жауапты дұрыс па? Жоқ. Енді орнына қойып көреміз ғой қазір. Қайсысын қойғанда қалай болады деген сияқты ғой. Солай екен ғой. Иә. Ну, қайсысына қойып көруге болады? Бірінші деңгейге қойып көре қояйық, иә? Анализ жасау керек енді. Осы квадрат теңдеумен шығатын есептердің көбіне анализ керек. Екі жауап шығады, анализ жасап біреуін қате жауап екенін дәлелдеу керек те, сол кезде толық ұпайды аламыз. Так, бірінші теңдеуге қойсам, m тең ро 1 s d минус a. Осылай ғой, иә? Осы жердің аны тапсам неге тең болады? Мына таптық қой, иә? Так, m бөлінген s ро 0 минус ро 1 болды, иә? Так, қараңдар, m деген 4 па? S деген 25. Мына 1 минус 0,2 ма? Төрт бөлінген 20, ол бізде 5-тен 1, Мына 0,2. 0,8 ба? Жауап бізде 0,2 шығып тұр ғой ағай. 2 миллиметр. 0,2 ма? 20 бөлінген 25 па? Неге 0,2? 0,8 ғой. Толық жауабы деймін да, аны мәні. Мына 0,2 шыға ма сонда? Иә. Екінші мәнді қойып есептесек, 4 бөлінген 25. 25. Мына 0,8 ба 0,2 бола ма? Ол бізде 5 болады, 0,8. 0,8 бола ма? Енді суретке қарайықшы. Так. Есеппелер дұрыс жүргіздік па?
02 болса, енді мына жерде қараңдар, мына мәнге назар аударайық. 2А D'дан кіші болу керек па? Evet. Солай ма? Мына қараңдар, суретке қараңдар. Мына мынандай шарт орындалу керек қой. 2А кіші болу керек D'дан. Түсінікті ма? Неге? Суретте көрініп тұр ғой, иә? Жоқ. 2А емес екен онда, иә? D кіші 2A'дан или қалай? Д деп тек мынаны алды олар, иә? Иә. Жауабы жоқ па қасыңыз ағай? Жауабы? Жауабы жоқ, бірақ майдың тығыздығы ол 500-ден көп қой бәрібір, иә? Иә. Мына Сөйтіп сантиметр ғой, иә? логикамен айтып кетсек болмайды да. Иә. Мына Дәлелдеу есептеулерді керек. біз А деген 0,2 сантиметр болды, иә? Мына жақта 0,8 сантиметр болды ма? Иә. Так, 0,8 болса, Идея бар ағай. иә? Мына формуланы көрейік та. Екіншісі ба? Мынаумен белгілеп кеткен. Егер аның мәнінде минус шығып кетсе бар о зат. Ро біріміз қате дегенді білдіреді. Иә, ол да бар. Жоқ, Аның мәні минус шығады ғой. Просто ой келгенде сондай. Так, ол жерде Аның мәні минус шықпайды. 5, 1. Бәрі сол шығады ғой, жаңағы 0,2 мен 0,8 шығады Аның мәні. Сонда да плюс мән шығып тұр. Аха. Так, бұл жерде басқа не бар есептің шартында? Так, нақты қандай байланыс бар еді бізде? Аның Д-ға қатынасы
Так, А 02 шықты, А 08 шықты, иә? Егер мынау 02 болса, мынау 12 бола ма сонда мынаның ұзындығы? Егер 08 болса, мынаның ұзындығы 18 болады, иә? Так, мынаған қойып қойсақ не болады екен? 1, 25, 1, жоқ, мына 1 емес қой, иә? 02 ма? 1 көбейту 25, минус 4 бола ма? Мына екеуі 5. Сол көрдім ештеңе бермей тұр. А? Сол көрдім ештеңені бермей тұр. Бәрі сонdan шығады ғой, иә? Е, Так, шынымен де А мен Д-ның қатынасын көрмедік пе? Бірақ Д-ны қай жерден аламыз біз? оның Д-ның мәні қатынасын бар қай екен жерден ғой. табуға болады? Тек осы жерден табуға болады, иә? М, Так, А мен Д-ның қатынасы неден үлкен болу керек? Бірінші былай суреттен шығарып алайық. мүмкін мұнда ештеңе дәлелдеудің де қажеті жоқ шығар ғой. Бірақ мына 02, мынау жауап маған ұнамай тұр, в общем. Себебі майдың тығызы бәрі мынандай болмайтыны анық қой. Е, мүмкін мұнда чисто на логику айтып кету керек шығар. Ондай тығыздық болмайды майда дегендей. Так, Онда бірінші олай жағдайда болмайды. мына стаканның ұзындығы 1,2 шығуы мүмкін, екінші жағдайда 1,8 шығуы мүмкін ба? Е, бір екі бір сегіз емес қой. Ол тығыздық қой 02 мен 08 деген. Ұзындықта сондай болған жоқ па? Солай ма? Иә. Иә. Мына жерден суретке қарайық. Сурет былай болып тұр ғой бізде, иә? Так, мынау А болсын, мынау А болсын, мынау Д минус А ма? Стакан мына жерде тұр ма? Мынау Д ғой, иә? Стаканның биіктігі Д-ға тең ба? Иә. Стаканның биіктігі Д-ға тең болып тұр, иә?
Так, ұзындықтарды осы жерден қалай байланыстыруға болады? Стаканның биіктігі d плюс а емес пе? Мынау стаканның биіктігі, мынаның бәрі стакан ғой значит бізде. Иә. Мына айы. Так, 2а плюс d минус а болса ол анадан тең болып қала ма? Мына орысша вариантын қарап көреміз. Мен мүмкін мына жерде аударғанда бір жерде бір ұзындыққа байланысты бірдеңе дұрыс айтылмай кеткен жоқ па екен? Бір шарт. Сосын үй жұмысын келесі сабақта соны түсіндіріп кетемін, иә. Көп уақыт кетіп қалды мына есепке. Я, ну, мына жерде по идее логически мына жауап болмайды, мына дұрыс жауап болады ғой. Бірақ ұзындыққа байланысты мына жерде бір зат что-то маған ұнамай тұр. Так, онда мына есеп үй жұмысы болсын. Ағай, басындағы екінші есеп үй жұмысы емес пе? Иә, тағы үй жұмысы бола берсін. Жалпы көп есеп шығаруларың керек қой сендер. Мынау да үйге болсын. Үш есеп жетеді үй жұмысына. Так, келесі сабақ бізде бұйырса ертең болады. 7-ні көрсетіп жібересіз? Екінші үй жұмысын ба? Бұл примерно мана 4-ке ұқсайды. Так, қазір сәлден соң видео жіберемін. Жақсы, сау болыңыз ағай. Жақсы, Сау сау болыңыз. болыңдар.